Selam dostlar. Biz Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің қазақшаңыз қалай айдарының кезекті санын бастаймыз. Biz қазақшаңыз қалай айдарының сенен сұхбат алайын деп едік. Сен бізбен біргесің бе? Сәлем, атың кім? Менің атым Арзу. Нешінші сыныпта оқисың? Мен 6-шы сыныпта оқимын. Абай жолы романын кім жазғанын білесің бе? Иә, өзім жаздым. Абай жолы романы не туралы? Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбай туралы. Абай жолы романы неше туралы тұрады? Турады. Рахмет, мынау саған келетін сыйлық. Сәлем, біз қазақшаңыз қалай айдарының сенен сұхбат алайын деп едік. Сен білесің бе? Сәлем, атың кім? Нешінші сыныпта оқисың? Қазақтың қандай ақындары білесің? Абай Құнанбай, Мұқағали Мақатаев. Қай ақынның өлеңін жақсы білесің? Мұқағали Мақатаевтың бақыты бар айтты. Ең бірінші бақытым халқым менің соған берген қоянның алтын кені мол бақ көзімен бармын қол болмаймын қымбатырақ алтыннан нарқы менің ал екінші бақытым тілі менің тар жүректе тілім дедім кейде дүниеде түненсем де қасиеті тілімен түнелмейді бақытым бар үшінші отан деген құдай деген кім десе отан деген оты сонымен жалында жан барасың ба ойланбай ақылдағы отан Сәлем, біз қазақшаңыз қалай айдарының сенен сұхбат алайын деп едік. Сен білесің бе? иә Сәлем, атың кім? менің атым аяр Нешінші сыныпта оқисың? мен оқимын 5-ші сыныпта Қазақтың қандай жазушылары ұнайды? маған көп ақын жазушылар ұнайды және оның ішінде бердібек сапарбаев ұнайды Не себепті саған бұл жазушы ұнайды? өйткені ол балалардың ең сүйікті жазушысы және ол өте қызықты шығармалар жазды. Саған ең қатты ұнайтын шығармасы қандай? Менің атым Қожа. Ал менің атым Қожадағы бас кейіпкер кім? Қожа. Кейбір кезде оның іс-әрекеттері және менің іс-әрекеттерім ұқсас болады. Сұхбатыңа рахмет, ал саған сыйлық. Рахмет.